Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы электр тізбегі, электросызбалардың шартты белгілерімен танысу. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты электросызбалар элементтерінің шартты графикалық белгілерін орындау, анықтау, зерделеу. Қарапайым электр тізбегінің есебін жүргізу және ажырата білу. Бүгінгі сабақтың мақсаты электр энергиясы көздері туралы олардың түрлері мен қасиеттерінің құрылысын анықтау және зерделеу. Электр құрылғыларымен жұмыс істейтін адамдар құрылғы жасаушыларды түсіну үшін электр тізбегінің элементтерін белгілі бір шартты белгілермен белгілейді. Ал шартты белгілермен белгіленген электр тізбегінің суреті электр схемасы деп аталады. Оқушылар, енді суретке назар аударамыз. Суретте батарея, яғни электр тізбегі берілген, оның жанында электр схемасы, яғни белгілі бір шартты белгілермен белгіленген схема. Тоқ көзі электр схемасының шартты белгілері мен орындау ережесі мемлекеттік стандартпен анықталады. Суретке назар аударайық. Суретте батарея берілген. Оның шартты белгісі, яғни схемасы салынған. Қыздырғыш шам, яғни ол біздің үйдегі жарық шамымыз және оның шартты белгісі. Жарық шамды іске қосу үшін осындай белгілі бір ажыратқыш қажет. Ажыратқыш және оның шартты белгісі. Сым және электр схемасы немесе шартты белгісі. Сымдарды қосу. Екі сымды бір-біріне белгілі бір қосу үшін осылай шартты белгісі белгіленеді. Сымдардың қиылысуы. Сымдардың қиылысуы, яғни перпендикуляр орналасуы осылай шартты белгілемен белгіленеді. Штепсель айыр, яғни біздің розеткамыз. Штепсель айырдың шартты белгісі. Штепсель розетка. Штепсель розетка суретте және оның шартты белгісі. Электр схемасы әртүрлі болады. Егер тізбек элементтерін қосу тәсілін көрсету керек болса, онда оның қағидалық схемасын сызады. Қарапайым электр тізбегі тоқ көзінен, қыздыру шамынан және де ажыратқыштан тұрады. Яғни суретке назар аударайық. Суретте оң және теріс зарядтардан, ажыратқыштан, тоқ көздерінен, қыздыру шамынан тұратын белгілі бір схема берілген. Әрбір электр схемасы осылай жасалады. Ал оқушылар, енді сіздерге тапсырма. Үй мәдениетінде жиі қолданылатын қарапайым электр құрылғыларының пішіндерін графикалық белгілермен сурет дәптерге түсіріңіз және оның әрқайсысына сипаттама беріңіз. Яғни, бейне сабақта көрсетілген шартты белгілерді сурет дәптерімізге түсіріп, сызып аламыз және әрқайсысына сипаттама беріп, жазып түсініп аламыз. Назарларыңызға рахмет.